Гуманитарлық бағыттағы мектепте робототехника саласына бағытталған Антарас командасын ашуға не түрткі болды? Мектепте жұмыс жасағаныма 20 жылдан артық уақыт болды. Криминалист боламын деп армандайтынмын. Сол кезде енді қуанышымды мен сөзбен айтып жете салмаймын. Қалай оқудан қорқатын адам дәрігер болады. Дәрігерге екі жақсы жаңалығым бар дейді. Жалпы мен өзімді өмірде жолы болғыш адам деп санаймын. Енді өз баласын тәрбиелей алмаған мұғалім өзгенің баласына қалай тәрбие бере алады? Ол мақсатымызға жеттік. Алла. Қайырлы кеш көрермен. Антарас командасының жаңа подкаст тайм жобасының бүгінгі қонағы Ақмарал ханым. Жалпы қайырлы кеш. Жобамыздың ең алғашқы қонағы сіз. Жалпы біз сізді Антарас командасының менторы, Абай ұлттық мектебінің беделді үстем ұстазы ретінде танимыз. Ал сіз өзіңізді қалай таныстырар едіңіз? Мен өзімді таныстыратын болсам, математика пәні мұғалімімін. Мектепте жұмыс жасағаныма 20 жылдан артық уақыт болды. Сонымен қатар мен бақытты анамын. Және алдыма келген әр шәкіртімнің бақыты мен болашағы үшін еңбек етіп жүрген ұстазбын. Ендеше өзіміздің жобамызды бастай берейік. Алғашқы әрі ең ерекше сұрағым, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мектепте робототехника саласына бағытталған Антарас командасын ашуға не түрткі болды? Антарас командасын құруымның өзіндік бірнеше себептері бар. Ең басында Антарас командасын негізі өзімнің сынып жетекшілік еткен сыныбымның балалары үшін құрған болатынмын. Себебі сыныптағы ұлдармен сөйлесу барысында олардың гуманитарлық пәндерге қызықпайтынын байқадым. Ол балалар жаратылыстану пәндеріне қызығатын және болашақта инженер, айтишник, программист боламыз деген пікірлерін естідім. Ол кезде біздің мектепте робототехника кабинеті бар тұғын. Балалар робототехника үйірмесіне қатысатын. Бірақ бір күні олар апай бізден робототехника үйірмесіне қатыспаймыз деді. Сол неге қатыспайсыздар десем, ол жерде лего жинақтар, біз бүкіл енді жинақтарды құрап үйрендік, бізге олар қарай қызық емес деді. Сосын осы робототехника саласын зерттей бастадым. Менің өзімнің балам робототехника үйірмесіне қатысады. Ол республикалық физика математика мектебінде оқиды. Оларда арнайы зерттеу деген студия бар. Сол студияда ол робототехника үйірмесіне қатысатын. Сол баламен сөйлестім, баламның жетекшісімен сөйлестім. Сол кезде, қазіргі кезде робототехникадан қандай беделді жарыстар бар, халықаралық жарыстар бар, балаларды қалай қызықтыруға болады деген кезде ол кісілердің айтқаны робототехникадан ең беделді жарыс FIRST қауымдастығы ұйымдастыратын жарыс деді. Және ол роботтарды құрастыру балаларға өте қызық. Бірақ ондай роботтың жинақтары біздің мектепте болмады. Сосын мен балаларға сондай роботтарды жинауды үйрететін үйірмелер іздей бастадым. Бірақ ол үйірмелердің бағасы біз үшін өте қымбат болып шықты. Екінші себебі 2023 жылы біздің мектебіміздің президенті республикалық физика математика мектебі, Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация лицейі сияқты Алматының мықты мектептерінің президенттерімен кездесуге барады. Сол кездесуде менің білетінім Алаш лигасы құрылады. Яғни ол мықты мектептер, 7 мектеп бірігіп алады, өздері Алаш лигасын құрады, және сол Алаш лигасы ішінде олар әртүрлі жарыстар ұйымдастырамыз деп шешеді. Бірақ сол жерде біздің мектепті кіргізбей қояды Алаш лигасына. Біздің президент айтады, неге Алаш лигасына біздің мектепті кіргізбейсіздер? Біздің де республикалық мектеп деген статусымыз бар, бізде кіруіміз керек дейді. Сол кезде ол мектептердің айтқаны, біз сіздердің мектептеріңізді білмейміз, сіздердің халықаралық жарыстарда нәтижелеріңіз жоқ екен, біз сіздерді кіргізе алмаймыз дейді. Екінші себебі осы, ертесінде Елнарға мен сабақ беріп, мектепке келеді, және осындай жағдай болды деп айтады. Ол менің намысыма тиеді. Бізде енді республикалық мектеппіз, біз мектепте де өте мықты балалар бар. Неге олар бізді кіргізбей қояды? Егер кіргізбесе, біз қалай да Алаш лигасына кіруіміз керек, оларға өзіміздің мықты екенімізді дәлелдеуіміз керек деп, осы робототехника үйірмесіне қатысып бастаймыз. Робототехника үйірмелерін ұзақ уақыт бойы іздеп жүрем, бірақ бағалары өте қымбат үйірменің. Оны біздің қалтамыз көтермейді. Арасында жаңағы баламның жетекшісімен ақылдасам, қалай жасауға болады деп. Өйткені республикалық физика математика мектебінің зерттеу студиясы бар, ол бүкіл жабдықтармен жабдықталған. Сөйтіп жүрем, 2023 жылдың мамыр айы болады. Мен балам мектеп бітіріп жатыр, соңғы қоңырауға бара жатырмын. Сол соңғы қоңырауға барған кезде менің балам жетекшісі менің алдымнан шығады да, Ақмарал апай, сізге екі жақсы жаңалығым бар дейді. Сонда бірінші жақсы жаңалығы,
сіздің балаңыз КБТУ университетіне грант алды дейді. Екінші жақсы жаңалығыңыз қандай десем, сіздің балаларыңызды робототехника үйірмесіне тегін қатыстыратын болдық. Зерттеу студиясына тегін келе аласыздар, сол жерде дайындала аласыздар деген жаңалық айтады. Яғни Антарес командасының туған күні деп айтуға болады, 25 мамыр 2023 жыл. Сол кезде енді қуанышымды мен сөзбен айтып жете алмаймын. Өз балам үшін де, шәкірттерім үшін де қатты қуандым. Мектепке келіп, өзімнің сыныбым балалары ғой, солар жинап алдым да, міне зерттеу студиясы бізді кіргізетін болды. Тегін қатысасыздар. Алла қаласа енді робот жинауды үйренесіздер. Бізде жаңағы Назарбаев зияткерлік мектептері, республикалық физика, математика мектебі сынды мықты мектептермен тең дәрежеде өнер көрсетеміз, және оларға өзіміздің мықты екенімізді дәлелдейміз деп қуанышыммен бөлістім. Өзіңіз айтқандай, команда тарихы солай құрылып та, ендігі кезекте команда құрылғаннан кейін алғашқы тәжірибе жарыс қаншақты деңгейде өтті? Ең алғашқы жарыс әрине әлі есімде. Ең алғашқы жарыс маусым айында Хелебери мектебінде болды. Мені зерттеу студиясының мұғалімі, робототехника үйірмесінің жетекшісі Айдос мырза маған айтады, звондайды, бізде осылай жарыс болғалы жатыр, балаларды апарып қатыстырып көріңіз. Мен айтам, біздің балалар әлі робот құрауды білмейді, робот жинауды білмейді, программа жазуды білмейді, біз ол жарысқа қалай қатысамыз деп сұраймын да. Ол кісі айтады, егер сіздер робот құрауды үйренеміз, робот жинауды үйренеміз деп жүретін болсаңыздар, көп уақыт жоғалтасыздар біріншіден. Ал екіншіден ол жарысты барып бала көру керек. Сол үшін біз сіздерге дайын робот береміз, сол роботпен барып қатысасыздар дейді. Балаларға айтам, балалар айтады, жарайды апай қатысайық, көрейік дейді. Ол кезде балалардың көбі каникулға кетіп қалған, маусым айы ғой. Балаларға звондаймын, олар келеді үйлерінен. Зерттеу студияда жиналамыз. Бізге роботты береді қолымызға. Ол роботты қай жерінен қалай қосу керек, оны қалай жүргізу керек, қалай басқару керек, ол жағынан мүлде хабарымыз жоқ. Бірақ зерттеу студиясында Bolt M3 деген команда, өте мықты команда дайындалып жатты жарысқа. Ол команданың балалары бізге көмектесті. Балаларға яғни үйретті, роботты осылай қосасыңдар, осылай басқарасыздар, осылай жүргізесіздер деп. Сонымен 1-2 күн зерттеу студиясында дайындалдық. Алғашқы жарысымызға бардық. Ол кезде командамыздың атын Антарес емес, Абай тим деп қойдық. Абай командасы деп жүрміз ғой. Жарысқа бардық. Жарысқа барғанда енді ол жарысты мен де өзімде бірінші рет көруім, балалардың да бірінші рет көруі. Бірақ ол жарыс өте жоғары деңгейде өтеді екен. Біз ондай деп ойламадық. Жарыс барысында өте қызықты оқиғалар болды. Біздің робот ол соңына дейін бір жақсы жасалмаған робот қой. Оның ақаулары өте көп болды. Яғни жарыс үстінде роботымыз не қатып қалады, не жүрмей қалады, не балалар оны дұрыс басқара алмайды. Басқа командалар қалжыңдап айтады бізге, сіздердің роботтарыңыз неге қайта-қайта қатып жатыр деген сияқты. Одан жарыс үстінде ана роботты алып шығуға балалар ұялады. Сен шық та мен шық. Драйв ету керек қой, енді роботты жүргізу керек. Сөйтіп бір-бірімізді итереміз. Бізге ана жерде сұрақ қойып жатса, бір-біріміздің артымызға тығылып қашамыз енді. Ол жарыс әлі есімізде. Солай бірінші жарысқа қатыстық. Жарыс бітті, сол кезде бізге Motivate Award деген ең алғашқы наградамызды алдық. Біз енді ол награданы бізге не үшін беріп жатсыздар деген сұрақ болды әрине. Өйткені біздің ол жарыста біз жақсы өнер көрсете алмадық. Ол кезде олардың айтқаны балалардың мына талап үшін, осы жарысқа қатысамыз, үйренеміз деген талап үшін беріп жатырмыз деді. Одан кейін әрине сол сезон дейді ғой, сезонның ашылуы сол маусым айында басталады. Сәуір айында бітеді. Одан кейін жарыстар көбейді. Балаларға әрине ұнады. Келесі жарысқа енді жоғары дайындықпен барамыз деп шештік. Балалар енді біз интернатта тұрып оқиды ғой. Ол балаларды зерттеу студияға апару керек. Келесі жарысқа дайындалу үшін келесі жарыс бізде тамыз айында болады деді. 2 ай ғана уақытымыз бар, яғни 2 айдың ішінде біз робот құрауды үйрену керекпіз, программа жазуды үйрену керекпіз, және ол FTC жарысы Астанада болады деді. Сол Астанаға дайындалуымыз керек. Солай бізде балалар жаз бойы зерттеу студиясына келіп, робот жинауды, оны басқаруды үйренді. Сөйтіп балалар сол жылы күзде, 2023 жылы күзде
күзде болғанда тамыздың аяғы, қыркүйек айының басы Астанаға жарысқа кетті. Бірақ ол Астанадағы жарысқа мен қалайда өзім бармадым. Өйткені біздің мектепте робототехника үйірмесінің жетекшісі болды, Қуаныш ағай. Қуаныш ағай енді маған қарағанда жас, өзі жігіт деген ой болды менде. Мен өзім бармадым да, менің орныма Қуаныш ағай кетті. Әрине балалар Астанадағы жарыста өте жақсы өнер көрсете алмады, өйткені ол кезде біз алғашқы қатысқан жарыстарымыздың бірі болды. Бірақ балалар ол жақтан да жақсы көңіл күймен келді. Балалардан енді сұрап жатырмын, осы жарыс сіздерге ұнай ма, қалай екен десем, иә апай, ары қарай қатыса берейік, өте жақсы жарыс екен. Сонымен келесі жарыс қараша айында Хелибериде болды тағы да. Қараша айында Хелибериде болған жарыста біз енді оған шейін біраз тәжірибе жинақтадық, робот жасауды үйрендік, оны басқаруды үйрендік. Команданың құрамында жақсы балаларды іріктеп алдық мектептің ішінен. Өз сыныбында балалары қатысып жатты. Солай Хелибериде жарыс болды. Ол Хелиберидегі жарыста біз ол жерде орын алмадық, өйткені енді біздің орын алатындай дәрежеге жетпеген едік біздің дайындалымыз. Біз ең алғашқы жүлдемізді Алматы Техкапта алдық. Алматы Техкапта Control Award, Антарес командасы екінші орын алды дегенде біздің қуанышымызда шек болмады. Аз уақыт ішінде осындай дәрежеге жетеміз деп біз ойламадық. Енді сіздердің 2024 жылдың соңына қарай сол Индонезияға барғандарыңыз бәрімізге беймәлім. Индонезияға квотаны қай жақтан алдыңыз? Қалай алдыңыздар? Индонезияға квотаны сол Алматы Техкап жарысында ұтып алғанбыз. Өзіміз де басында сенген жоқпыз. Индонезияға барасыздар дегенді естіген кезде біздің балалардың қуанышына шек болмады. Біздің ең бірінші мақсатымыз сол республикалық физика математика Назарбаев зияткерлік мектептерінің балаларымен тең дәрежеде өнер көрсету болды ғой. Сол Алматы Техкап жарысында сол мақсатымызға жеттік. Сол жердегі мықты командалардың барлығы Антарес командасын өнеріне тәнті болды, және аз уақыт ішінде сондай жоғары дәрежеде өнер көрсетті деп ойламады ол балалар. Бірақ біз сол алға қойған мақсатымызға жеттік. Ол мақсатқа жету үшін біз күндіз-түні дайындалдық. Әрине біздің мектепте робототехника кабинеті жоқ. Түске дейін сабағымда отырамын. Математикадан білесіздер, мен математика пән мұғалімімін. Түстен кейін балаларды ертіп аламын да республикалық физика математика мектебіндегі зерттеу студиясына барамын. Ол зерттеу студиясына сол кеш сағат 7-8 дейін дайындаламыз. Қайтадан балаларды мектепке алып келем. Балалар мектептен тамақтарын ішеді, кешкі тамаққа үлгеру керек қой. Алып келем. Одан кейін ары қарайғы жарысты түнгі сағат 10-11-ге дейін шеберханада отырамыз, ұлдардың шеберханасында. Сөйтіп дайындалып жүрдік. Бірақ Индонезияға барасыңдар деген хабарландыруды естіген кезде, фотоны алдыңыздар деген хабарландыруды естіген кезде, Индонезияға билет өте қымбат екен. Бізде спонсор жоқ. Біз қалай барамыз деген сұрақ тұрды. Индонезияға балалар айтты, дайындала берейік апай, демеуші табылып қалатын шығар деп, ата-аналардың көмегімен мектеп түлектері демеуші болатын болды. Индонезияға баратын болып шештік. Индонезияға 2024 жылдың қаңтар айында кеттік. 7 бала барды. Соның ішінде 3 бала өзінің сыныбымнан барды. Ол жақтағы жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бұл менің шетелге ең алғашқы шығуым, балалардың да ең алғашқы шығуы. Біздің енді ол кездегі көңіл күйімізді, сезімімізді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Индонезияға бардық, Қазақстан 3 команда бардық. Соның ішінде ең жоғары нәтиже көрсеткен Антарес командасы болды. Біз Индонезиядан фёстің ең жоғары, ең беделді 3 номинациясын иеленіп қайттық. Яғни еліміздің намысын шетелде қорғау, ол біз үшін үлкен мәртебе болды. Және сол жылы Антарес командасын бүкіл жаңағы бізді Алаш лигасына кіргізбеген командалардың барлығы мойындады. Ол кезде Алаш лигасының президенті сол робототехникаға қатысатын бала болатын. Мен ол баланы көрген сайын айтатынмын, бізді енді Алаш лигасына кіргіз, өйткені біздің мектептінде республикалық деген дәрежесі бар. Біздің балаларында қандай өнерлі, білімді, мықты екенін өзің көріп жатсың. Индонезияға бар келдік, о жақтан біз жақсы жүлдемен оралдық. Алаш лигасына кіретін деген дәрежеге жеткен шығармыз деген сөзді айтып жүрмін. Бірақ 2024 жылдың соңына дейін олар біздің мектепті Алаш лигасына кіргізбеді негізі. Бір күні жұмыста отырсам, бір бөтен нөмір хабарласып жатыр. Телефонды көтерсем, сол оқушы звондап тұр екен.
сіздердің мектептеріңізді алаш лигасына кіргізетін болдық. Бізбен бірге алдағы уақытта тең дәрежеде барлық жарыстарға қатыса аласыздар деді. Оны мен балаларға айттым, әрине. Бізді кіргізді, қабылдады. Солай біз алдымызға қойған мақсатымызға жеттік. Бірақ балаларға бұл жарыс қызық, балалар ары қарай қатыса бергісі келетіндерін айтты да, сонымен бұл команданы мен тоқтатпадым. Содан бері 2 жылдан артық уақыт өтті. Мен ол кезде ешқандай да робототехника үйірмесінің жетекшісі емеспін. Антарес командасын не үшін, қандай мақсатта құрғанымды өздеріңіз түсініп отырсыздар. Бірақ сол балалардың қызығушылығы үшін мен жалғастыра бердім. Үлкен рахмет. Ал енді өзіңіздің балалық шағыңызға оралсақ, жалпы кім болуды армандап едіңіз? Мұғалім болғыңыз келіп пе еді? Балалық шағымда менің арманым өте көп болатын. Соның ішінде менің болашақта криминалист боламын деп армандайтынмын. Мен бала кезімде детектив жанрында кітаптарды өте көп оқитынмын. Бірақ 11 сынып оқып жүрген кезімде химия пәні мұғалімі бізді тестқа дайындауға уақыты болмады. Сол себепті де енді оқуға барғанда мен химиядан өзімнің емтихан тапсыра алмайтынымды білдім, тест тапсыра алмайтынымды білдім, өте алмайтынымды білдім. Математикаға тапсырдым. Ол математикаға тапсырғанымда өзінің бір себебі бар. Ал менің анам болса, маған дәрігер бол деді. Мен өзім бала кезімнен уколдан қорқатынмын. Балалардың бәрі қорқады ғой енді кішкентай кездерінде. Сонымен мамама айттым, қалай уколдан қорқатын адам дәрігер болады? Мен дәрігер болмаймын дедім. Ол кезде сені мамаң қолыңнан жетектеп оқуға апармайды. Сумкаңды салып береді, ауылдан өзің кетесің. Мен негізі 6 сыныптан бастап 9 сыныпқа дейін облыстық лицейде оқығам. Физика, математиканы тереңдететін мектепте оқығам. Сол мектепте оқып жүрген кезінде біздің мектепке университет мұғалімдері келіп сабақ беретін. Енді отбасы жағдайына байланысты мен 10-11 сыныпта ауылдан оқыдым. Енді ол кезде заман қиын, енді оның барлығын қазір айтатын емес. 10-11-де ауылдан бітірдім, солай оқуға тапсыруға қалаға бардым. Қай мамандыққа тапсырам, химияға тапсырам ба деген оймен барам ғой университетке. Университетке барсам, жаңа менің математика пәніне сабақ берген мұғалім алдымнан шығады ғой. Менің ол мектепте жақсы оқығанымды біледі, мені таниды ғой. Ой, Ақмарал, сен біздің университетке тапсырайын деп жүрсің бе деп мені сұрайды. Иә, апай, бірақ қай мамандыққа тапсыратынымды әлі білмей тұрмын деймін. Сол кісі айтады, ой, неге басында қатырасың? Жүр біздің факультетке тапсыр деп, сол кісі менің осы құжатымды математика мамандығына тапсырғызады. Солай оқуға түсем, негізі мен Алматыда оқуды армандағам. Бірақ біздің ауыл Алматыдан 1000 шақырым қашықтықта өте алыс болды. Менің мамам айтқаны, Алматы өте алыс, ол жаққа жету қиын. Өскеменге тапсыра бер, Өскеменнен оқи бер деді. Солай Өскеменге бардым. Алдымнан өзімнің мектеп кезінде сабақ берген мұғалім шығады университетте. Сөйтіп математикаға құжатымды өткізем, грантқа түсем. Солай математика мамандығына түсіп кеттім. Ал енді сол кішкентай кезіңізде жалпы өзіңізде қандай қызықты оқиғалар болды, неше түрлі оқиғалар болды ғой балалық шағыңызда, сондай нелер болды дегендей ғой? Мен балалық шағымдағы ең қызық оқиға, жалпы туысқандар, бас қосқандар да барлығы сол оқиғаны айтады. Мен 5 сынып бітірген кезде Зайсан қаласында тұратын нағашым үйіне барам. Нағашы ағам мен мамам айтады, мен ұлымды Өскемен қаласындағы облыстық дарынды балаларға арналған лицей-интернатқа тапсыртуға апара жатырмын. Ақмарал қалай оқиды сабақты деп сұрайды. Сонымен мамам айтады, иә, Ақмарал сабақты отличник болып бітірді, биылғы оқу жылын үздік болып сабақты жақсы оқиды дейді. Сонда нағашы ағам айтады, онда мен Ақмаралды алып кетейін, тапсырып көрсін. Егер түссе, сол жақта оқитын болады деп. Ол енді өзінің баласын арнайы апара жатыр, ал мен аяқ астынан жолдан қосылып кетем ғой. Солай Өскеменге кетем. Бізді Өскеменге алып барады. Енді ол кезде кішкентаймыз. Өскемендегі ең алғаш көрім. Мені қайда апара жатыр, қай мектепке апара жатыр, ол кезде сұрамайды ғой сенен. Мен өзім не үшін бара жатқанымды түсінбеймін Өскеменге. Әйтеуір бір емтихан тапсыруға бара жатқанымды білем. Соны Өскеменге бардық, емтихан тапсырдық. Сол емтиханнан мен өтіп кетемде, ол кісінің баласы құлап қалады ғой, нағашым баласы. Сөйтіп сол лицейға мен түсіп кетем. Ол лицейде мен 4 жыл білім алдым. Жалпы осы математика мұғалімі ретінде сол алған білімнің барлығы сол лицей қабырғасына берген білімдер. Ол лицей әлі күнге дейін бар. Білімді өте жақсы береді. Мен жалпы математиканың фундаменталды білімім, базовый білімім бәрі сол лицей қабырғасында қалыптасты. Енді тағы бір қызықты оқиға бар. Жалпы мен өзімді өмірде жолы болғыш адам деп санаймын.
Аллаға шүкір. Мен оқуға түсетін кезде, ол кезде такси деген жоқ. Ауылдан Өскеменге автобуспен барасың. Маған оқуға түстім деген хабар келеді. Шұғыл Өскеменге кетуім керек. Автовокзалға келсем, Өскеменге билет жоқ дейді. Содан енді немен кетем? Өскеменде жоғарғы оқу орны мені іздеп жатыр. Тезірек келіп документін өткізсін деп. Мен ауылдан жете алмай жатырмын ғой. Солай ойланып, жолдың шетінде келе жатам. Сол кезде менің алдымнан Семей қаласында тұратын жездем шығады. Ол кісінің мен Зайсанда жүргенін білмеймін ғой енді. Ақмарал, сен неге көңіл күйің жоқ болып тұр деп маған сұрақ қойды ол кісі. Мен айтамын, мен өстіп оқуға түстім. Кетейін десем, Өскеменге билет жоқ дейді. Мен бүгін кетуім керек, ертең құжат өткізуім керек. Өскеменге кетуім керек деймін ғой. Соны жездем айтады. Жездемнің қасында бір топ адам болады. Ол кісілердің барлығы маған қарап тұр. Мен кәдімгі көңіл күйім жоқ. Мен сол барып құжат өткізбесем, баяғы сол оқу орнына қабылдамай қалатын сияқтымын. Біздің бала кезімізде, білмеймін, біздің ата-анамыз сөйтіп айтатын, егер мектепте жақсы оқымасаң, оқуға түспесең, ауылға апарып қой бақтырып қоямыз деген сияқты айтатын да. Бір жаңағы ауылдан бір шығудың амалы сол жоғарғы оқу орнына түсу сияқты бізге елестейтін. Соны жездемнің қасына келді де, сол жерде тұрған бір әйел адам келіп, не бұл кісі кім, баяғы бұл бала кім, не болып жатыр, бәрі дұрыс па деп сұрайды. Соны жездем ол кісіге түсіндіріп айтып жатыр орысша. Бұл бала менің осындай балдызым, оқуға кету керек екен, сол оқуға барайын десе, билет жоқ деп айтыпты дейді автовокзалда. Содан ол кісі маған бір визитка береді, бір хабарламалар жазып береді. Ертең сіз енді Өскеменге барған кезде оқу орныңыз қабылдамай жатса, осы кісілерден көмек сұраңыз дейді. Мен ол кезде баламын ғой, мен түсінбеймін, ол кісілердің кім екенін түсінбеймін. Содан жездем айтады, сіздер баяғы маған біраз уақыт беріңіздер, мен автовокзалға барып, білейін, билет бар ма екен, Ақмаралға бір билет алып берейін дейді. Сөйтіп жездем кіріп кетеді автовокзалға, мен сыртта тұрам, жездем ішінен бір билет алып шығады ғой. Сол кезде енді ғажайып па, енді түсінбеймін мен, жоқ деген билет аяқ астынан пайда болады. Содан солай Өскеменге кетем, оқуға тапсырам, сол Өскеменде 4 жыл білім алам. Содан кейін сол жездеммен кездесем ғой, сол жездемнен сұраймын ғой, сонда сол кісілер кім болды деп сұрасам айтады, Зәуреш Батталова, білесіздер ғой, Зәуреш Батталованы барлықтарыңыз. Сол кісі сайлауалды бағдарламасымен біздің ауданға келген екен. Мен ол кісіні танымаймын ғой, қандай адам маған қандай записка беріп тұр, ол записканы не үшін беріп тұр, мен соны сол күйі қарамаппын. Бірақ сол кезде солай бір жолым болған қызық оқиға болды. Қызық оқиға дейміз бе, ғажайып оқиға дейміз бе, сондай оқиғалар өмірімде көп болды. Айта берсек көп. Енді өз баласын тәрбиелей алмаған мұғалім өзгенің баласына қалай тәрбие бере алады? Ал өз балаларыңыз жайлы құпия болмаса не айта аласыз? Енді менің Алла берген 2 балам бар. Үлкенім қыз, қазір Италияда оқиды, магистратурада, халықаралық қатынастар мамандығы бойынша білім алуда. Ұлым 2023 жылы Республикалық физика-математика мектебін бітірген. Қазір Астанада Назарбаев университетінде білім алады. Жалпы енді ана ретінде мен өзімді бақытты ана деп санаймын. Балаларыма лайықты деңгейде білім, тәрбие бердім. Аллаға мың шүкір. Балаларым екінің бірінің қол жете бермейтін оқу орындарында білім алып жатыр. Негізінде осы Алматыға көшкеніміздің де себебі сол болған. Менің ол кезде қызым 8 сыныпта оқиды. Қызым айтты, мама, ауылдың мектебінде білім төмен қаланың мектебімен салыстырғанда. Енді қалаға қыдырып келеді ғой. Қаладағы ағамның балаларын көреді, туысқандардың балаларын көреді, сонымен өзін салыстыратын болу керек. Мама, мен қалаға кеткім келеді. Мен қалада білім алғым келеді деді. Солай қызым 8 сынып бітірген жылы біз Алматы қаласына көшіп келдік. 2 баланы оқытайық деп. Егер осы Алматы қаласындағы мықты мектептер, мықты университеттер біздің ауданда, біздің ауылда болғанда, мен ауылдан көшпеуші едім деп ойлаймын. Балалар енді жоғары деңгейде, лайықты деңгейде білім алсын деп көштік. Ол мақсатымызға жеттік. Аллаға шүкір, балаларым қазір жақсы жерлерде білім алып жатыр. Сөзіңіз бағана бақытты балалық шағыңыздың естеліктерін айтып отырған кезде, детектив жанрындағы кітаптарды көп оқитыныңызды айтып кеткен болатынсыз. Ал жалпы кітап оқу сізге қандай жағдайда, қай кезде көмектесті? Бала кезімде мен кітап өте көп оқыған адаммын. Ертегілердің барлығын оқып шыққан, мен балаларға арналған әдебиеттердің барлығын оқып шыққан адаммын. Соның ішінде мен студент болған кезімде мен детектив жанрында кітаптарды көп оқыдым. Сол кітаптарды оқыған кезде мен армандауды үйрендім.
алдыма үлкен арман, үлкен мақсат қоюды үйрендім. Сол жағынан маған ол кітаптар көп көмектесті деп айта аламын. Одан кейін қандай бір қиын жағдай болса да, енді ертегілерде болсын, оқиғалар бәрі бір қиял ғажайыппен жақсы аяқталады ғой. Сонда бір қандай бір қиын кезеңдер болады енді адам болғаннан кейін. Сондай қиын кезеңдерде ол жағдайлардың барлығы жақсы жағдаймен аяқталатынына сенемін. Және сол сенім, сол мақсатыма жетуіме әлі кеше маған көмектесіп келе жатқан сияқты. Сол үшін балаларға айтатыным, кітап оқыңыздар, алдарыңызға үлкен арман қойыңыздар, үлкен мақсат қойыңыздар. Егер бір қандай да бір қиын кезеңдер болып жатса, ол қиын кезең міндетті түрде ол жақсылықпен аяқталады. Соған сеніңіздер. Өйткені адамға қанат бітіретін, адамға күш беретін ол сенім. Жалпы енді осы Антарес командасының болашақтағы жоспарлары, мақсаттары қандай, және де осы Антарес командасының түлектері қандай оқу орындарына түсті, осы Антарес командасын жалпы робототехниканың көмек тиді ме деген сұрақтар айтып кетсеңіз. Антарес командасымен алға қойып отырған мақсатымыз өте үлкен. Соның ішінде ең бірінші айтқым келетіні, Республикалық физика математика мектебінде эндаумент фонд деген бар. Ол мектептің эндаумент фондында, мен білсем, өте үлкен қомақты қаржы жатыр. Ол фондты сол мектептің түлектері құрған. Ал біздің мектепте ондай қор жоқ. Ол қорды кімдер құрады? Ол қорды әрине біздің мектептің түлектері құрады. Бірақ бүгінгі күнге дейін ол қор әлі құрылмады. Енді осы Антарес командасына қатысқан балалар, осы мектебімізді бітіріп жатқан түлектеріміз алдағы уақытта, болашақта осы қорды құратын табысты тұлғалар болады деп мен өзіме сенемін ол балаларға. Ол балаларға ол туралы айтып жатырмын. Неге мысалы үшін Гарвард университеті деп барлығы Гарвардты мақтайды? Өйткені Гарвардта да осындай эндаумент қор бар, және олардың қорларында өте қомақты қаржы бар. Ол қаржылармен олар сол университетке түскен, мысалы үшін мықты мамандарға стипендия төлей алады, тағы да басқа жарыстарға, түрлі сайыстарға қатысса, или бір зерттеулер жүргізсе, сол ақыларды төлей алады олар сондай дәрежеде. Ал біздің мектепте әзірге ол қор жоқ. Сол ең бірінші мақсатымыз Антарес командасының түлектері бұйыртса болашақта өте табысты тұлға болады. Оны өз ішімізде долларбай миллионерлер деп қалжыңдаймыз. Осы қорды құратын мектебіміздің түлектері болады деп сенемін. Ал Антарес командасының кетіп басқа мектептерге ауысып жатқан балалар өте көп. Себебі бұл мектеп гуманитарлық мектеп, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдететін мектеп. Бізде әсіресе балалар 10 сыныпқа, 11 сыныпқа келгенде ауысып кетеді. Не себепті ауысады? Өйткені қазақ тілі мен әдебиетін оқуға өте көп уақыт кетеді. Біздің мектепте білесіздер ғой, қазақ тілі мен әдебиеттен өте көп тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындауға біздің уақытымыз кетеді. Біз болашақта инженер мамандықтарына, IT мамандықтарына барамыз. Сол үшін олар басқа мектептерге ауысып кетіп жатыр. Және бітірген түлектерімізді біз Антарестің Инстаграм парақшасына салғанбыз. Біздің балалар оқушыларымыздың барлығы өздерінің армандаған мамандықтарына грантқа түсіп жатыр. Соның ішінде биыл бітірген Ажар деген оқушымыз Қытайға грантқа түсті. Қазір Ажар Қытайда білім алуда. Енді бұл Антарес командасының әзірге алғашқы жетістіктері деп есептеймін өз басым. Болашақта бұдан да үлкен жетістіктер көп болады деп сенемін. Ал Антарес командасының балаларының бұл мектептен кетуі ол қазақ тілі мен әдебиетті оқымау немесе оған бір қарсы пікір айту емес. Жалпы біз осы робототехника жарыстарына қатысып жүрміз ғой. Сол жарыстарға қатысатын балалардың барлығы орыс тілінде сөйлейді. Қазақ тілінде сөйлейтін мектептер өте аз. Мен өзім балаларға айтам, басқа командалар сіздерге орысша сөйлей берсін, бірақ сіздер қазақша жауап беріңіздер деп. Қазір жарыстарға барған кезде біздің команданың балаларының қазақша сөйлейтінін біледі барлығы. Және біздің команданың балаларымен олар сөйлескен кезде бізге қазақша сөйлеуге тырысады. Кейде сол жердегі ұйымдастырушылар қалжыңдап айтады: Ақмарал апай, сіз барлығын қазақша сөйлетіп қойыпсыз ғой деп. Сонда Антарес командасының алға қойып отырған екінші мақсаты робототехниканы қазақша сөйлету. Яғни қай кезде бізде жастар қазақша сөйлейді, егер ғылымның тілі, техниканың тілі, экономиканың тілі, осы робототехниканың тілі қазақша болса, бізде жастар қазақша сөйлейтін болады. Алдыға қойған осындай үлкен жоспар мақсаттарымыз бар. Алла күш қуат берсе, ол мақсатымызға да жетеміз деп ойлаймын.
Ақмарал апай, енді осы Антарес командасының тарихын, жалпы осы күнге дейінгі қалай құрылғанын барлығын білдік. Сізді тек қана Антарес командасының менторы немесе математика пәнінің мұғалімі деп қана емес, өзіңіздің дамыған жеке тұлға ретіндегі үлкен тарихыңыз бар екенін, биік тұлғалардың бірі екеніңізді түсіндік. Осы Антарес командасының болашақтағы мақсаттары орындалсын, солай тілейміз. Ал сіздермен бірге болған Антарес командасының менеджері Есенкелдің Талғатқызы.